Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте оңай фунчоза салатын жасайтын боламын. Бізге керек заттарды көрсетіп қойдым және описаниеде жаздым. Қайнаған су құйып, фунчозаны бұқтырып аламыз. 5 минуттай тұру керек. Фунчоза бұққанша біз сәбізді үккіштен өткізіп, чесногымызды турап дайындап аламыз. Фунчозаның ыстық суын төгіп, суық суға салып, сүзіп аламыз. Енді фунчозаға соевый соус, уксус, аджика, тұз, қара бұрыш, сәбіз, чеснок саламыз. Бәрін салып болған соң 100 мл күнбағыс майын қыздырып құямыз, жақсылап араластырамыз. Міне салатымыз дайын. Рецептін ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Каналыма жазылыңыздар.